Маңғыстау облысында өз еркімен екпе алушылар көбейді. Соңғы 2 аптада 20 мыңнан астам тұрғын вакцинаның бірінші компонентін салдырған. Күніне екпе алатындар саны 4 есе өскен. Қазір облыс халқының 22% вакцина қабылдады. Өңірде ковид жұқтырғандар саны 9551-ге жетті. Махаббат Байсалова коронавируспен ауырып тұрғандардың бірі. Былтыр бүкіл отбасы мүшесі вирус жұқтырыпты. Биыл сол дерттен емесі үшін вакцинаны бірінші болып алған. Енді екінші компонентін салдыруға келіпті. Былтыр өте қиын өтті. Енді вакцина шыққан кезде ешкім әркім әңгімесіне қарамай, әркім әртүрлі шығарып жатыр, интернетте де видеолар бәрі. Сонда да сеніп, алып отыр. Өңірде 38 екпе егу бөлмесі 14 жылжымалы бригада дайындалған. 547 медицина қызметкері жұмыс істеді. Шілдеден бастап келушілердің артуына байланысты жексенбі мейрам күндерде емханалар есік ашық. Бүгінгі күнде бізде 3 кабинет жұмыс жасап тұр. Халық саны көбейіп жатса, біздерде 4-ші кабинет ашуға дайынбыз. Егде жастағы адамдарда көптен келіп жатыр. Маусым айының аяғынан бастап ауыратын адамдарда көбейіп жатырғаннан байланысты болар. Вызовтар көбейді біздерде мобильный бригадаға. Бұрын біздерде күніне 20-25 вызов түсетін болса, соңғы күндері біздерде 40 пен 50-ның арасында вызов көбейді. Бұрынғы кезде күніне 50 немесе 70 адам келетін болса, қазір 250-300-ге дейін барып қалып жатыр. Маусымның 30 күнімен қазір күні бүгінге бұрын 58 мың болса, қазір 78 мың адам, яғни 20 мың адам өсіп отыр. 45% шамасында. Жалпы өңір бойынша бірінші компонентті 78 135 адам, екіншісін 40 631 адам алған. Спутник Хаят вакциналарына сұраныс көп. Егерма Шықпаева, Саламат Бекбаев, Хабар 24, Ақтау.